шын қарасай. О, ема достар, мына жақта жылан көрдім, қара. Болды, қайттық достар. Бізден саяхаттау шықпайды екен. Вообще әдемі келе жатасың ғой, бүйтіп паутина бетіне. Деп настроение құртады ғой. Бәріңізге сәлем. Біз бүгін автобусқа кешігіп бара жатырмыз. Бүгін өте күшті болатындай сияқты. Өзім ұйымдастырып, таңертең сумкама керек жарақтардың бәрін салып, бүгін жалғыз өзіміз Текелі қаласын әдемілеп неге саяхаттамасқа деген ой келді. Автобусқа үлгермей жатырмын деп ойладым, бірақ үлгеріппін. Автобуспен жетіп аламыз, одан кейін сіздерге бар қызықты көрсететін боламын. Кеттік. Достар, біз дәл қазір сол локацияға жеттік. Енді сіздерге көрсетуге рұқсат етіңіздер. Достар, қазір күшті жерге барамыз. Күшті ғой? Күн қалай маған әдемі түсіп тұр, айтшы. Ар жақтағы суды айтсашы. Жап-жап. Өте керемет, мына аспанның түсін айтсашы. Табиғаттың әрбір ұсақ түйегінің өзі бір сұлулыққа толы. Мен дәл қазір кішкене дем алып, судың дауысын естіп, бір рахаттанып жатқан жайым бар. Енді қазір біз ар жаққа қарай барамыз. Тастарды жүріп өтеміз. Мен дәл қазір мына ортасында тастың үстінде отырмын. Қауіпті өте. Мысалы, сен камераны ұстап келе жатып, аяққа қарамай қалуы мүмкін да, аяғың тайып кетуі де мүмкін да. Сондықтан қауіпті өте. Блогерлардың өмірін енді түсініп жатырмын. Өйткені сен камераға вәт-деп сөйлеп жатқан кезде аяғың тайып кетіп, бір нәрсені көрмей қалып, құлап кету әбден мүмкін. Сондықтан бүгін аман-есен суға құлап кетпей, аман-есен демаламыз деген ойдамын. Мен мына тастардан өтем, бір ойын сияқты болып тұр. Бұлай секірсем жетем ба, бұлай істесем аяғым жете ма деп тұршы. Осы тастардан құралы бар жаққа шығуымыз керек та. Мына жақтан бір үлкен анаконда бір қолтырауын бір андай шығып қалып шағып алатындай бір сезім болып тұр ғой менде. Осындай жерге келдік достар. Судың түсі жалпы несі тазалық жағынан маған өте қатты ұнап тұр. Ар жағынан Қаратау өзені Балқашқа былай барып жетеді ғой, соңына дейін Балқашқа барып құяды. Міне үстінде көліктер. Осындай күшті ауа райында күн ыстық болып былай түскен кезде бір салқын суға бетті жуып алған бір бөлек бір релакс қой, бір бөлек салқындап қалады, сергіп қалады. Ай, қандай керемет. Оңғайыпқа бетпен түскетпейін. Өте күшті. Сергіп қалдым. Бірақ біз тоқтамаймыз әлі. Отырып жайғатып бір ыстықтай шай ішеміз ғой бүгін. Дем аламыз да. Бүгінгі күн үшін өте ризамын. Өйткені мен бұл жерге ешқашан өзім былай өз аяғыммен басып келіп көрмегенмін. Достар, мына жақта жылан көрдім, қара. Ілініп қалдың ба? Чортсың ғой сен. Міне бізде осындай көрініс. Бұл қуыршақ Барбилер тұратын пәтер. Түсіп қайттық, көріп қайттық. Енді біз басқа жағынан көреміз, басқа қырынан өзеннің арғы бетінен өтетін боламыз. Жалпы саяхаттаудың арзан түрі ғой бұл. Өзіңнің қалаңда. Небәрі 100 теңге кетті. Дәл қазір көпірдің астына келдік. Ай-бай. Көлеңке деген күшті ұрып тұр. Вандализм деген көрініп тұр. Ана жақтан неше түрлі жазулар бар. Сіздерге айтам, ондаймен айналыспаңыздар. Бұл деген ол салған нәрсеге құрметсіздік қой былай қарағанда. Қалай тап-таза сол күйінде қала берсін. Егер жазғым кеп баратыр десең, дәптерге жазып
жататын орын болады өзіндеш. Беттің бәрін паутина. Бүйтіп әдемі келе жатасың ғой, бүйтіп паутина бетіңе. Деп ше настроение құртады ғой. Не деген тыныштық ма, қарашы. Су деген ақырын. Осындай бетонның қасында отырып. Мен бүгін өзім сумкамда жейтін нәрсе көп алмадым. Үйден жеп шықтым, бәрін тойып, жүрегім айнып. Ішетін нәрсе алдым ғой, былай қарағанда. Термосқа құйып алдым. Қара шай, бал араластырып, балдың дәмі енді бөлек қой шайдан. Қазір енді бұйырса ішетін боламыз. Сыртқа тасқылап. Сенің ебедейсіз досың, сыртқа ағызатын досың. Нормально. Кейбір тамшылар ағып сарғайып кеткен ғой, жуа саламын. Ойбай, ыстығмай. Қорқып тұрмын әлі, ішкен жоқпын, ерінім күй кете ма деп ше. Заваркасын көп қойдым, білмеймін. Чай емес, бір заварка ішіп жатқандай. Чайдың дәмі кетіп қалған ғой. Қап-қара заварка бар ғой. Сол көп кеттім. Шын қарасай. Ема! Аяғым күйіп кетті. Кроссовкама құйдыртып алғансың ғой. Чай ішуге келдім ба, чайды төгуге келдім ба? Бұл не деген саяхат болды? Сырты бәріне қараш. Ебедейді. Бір ұстау білмейді ғой бейшем. Болды, қайттық достар. Бізден саяхаттау шықпайды екен. Вообще. Какой-то өз қалаң саяхаттай алмасам, білмеймін, сен Мальдив аралдарына барып, Мальдив аралдарын жоқ қылып жібересің, натурыңмен өртеп. Білмеймін енді. Түрін қара бейшара. Әппақ нәрсені сарғайды. Жоқтан бар істейміз ғой біз. Болды. Күшті жерлер көріп түсіріп қайтамыз сендерге. Келіңдер текелге. Сәл көзім ашып жатқаны бар енді. Әп-әдемі термосқа чай қойып, дәмін енді көре алмадым. Мұндай бар енді. Төгейім ана. Болмайды. Қайттық. Шәулдірге, екі адам, шәулдірма брат. Кетіп қалатындай болып тұрмын мен. Крежім андай. Неше түрлі сленгтар бар ғой тик-токтағы. Сондай болып тұрмын ғой. Бұдан кейін өмір сүрмей қойдым. Андай туалеттің бумагымен артық қалдым ше, бұдан кейін. Білмеймін. Достар, мен өзімді мына жолда қараңғылаш. Мынандай жабық, жан-жағым қоршалған жерде өзімді бір андай сезініп тұрмын. Қазір біреу шығып, алдымнан бауырсақ жүгіріп келіп, атамнан да қаштым, апамнан да қаштым деп бірдеңе бір ертегілер есіме түсіп тұр. Еще бір андай болады ғой, бір маңдайын әппаққа боялған Африкадағы тайпалар болады ғой, беліне андай байлап алған, найзамен біреу шыққап, бек жаған қайда кетіп барасың, мен сені жібермейміз, ахахаха деп сондай болатын сияқты. Біреу атып шығып, ха-ха-ха деп бір ертегідей өмір сүріп жүрген сияқтымын, бір сондай болып тұр ше. Ешкім жоқ қой менен басқа. Мына қараңыздар, мен сіздерге көрсетем. Судай сек, құдай-ай, не деген таза мұна. Мынау менің үйдегі нәскиімнен таза ғой. Ақ нәскиімнен таза ғой. Бөлек қой, бөлексің, жаным бөлексің. Күлімде боянуға себепсің. Бөлексің, жаным бөлексің. Абай атам айтып кеткендей, сыртың тірі, ішің өлексің. Біздің табиғат осындай ғой, чотам, стиль таза текелі деп шайып кеткен. Эстетик болып тұрмын ба? Мені көргенде тауға шығатындай болып тұрмын ба? Осы жасыл баспалдақты бәрі білетін шығар. Текелге қонаққа келген адамдар жалпы. Осы баспалдақтан көтеріліп, биік шыңға жетіп,
белестерді бағындырып, асу шыңдардан асып деп қалса. Ой, бір ектетік әйтеуір. Қадам басқаның өзі бір видеоға түсіріп. Бұл жерген сор болсын. Осы жақта ата-апаларымыз суретке түсіп жатыр екен табиғатпен. Дәл менің артымда 1941-1945 саны, сіздерге ол басқаша көрсетіліп тұр. Жалпы бұл жақта Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерге бір осы арнайы 9 мамырда жеңіс күніне осындай гүлдерді алып келіп, адамдар өздерінің жаңағы от жанып тұрады деген секілді. Осындай бір церемонияның қазақшасы қалай, құдай? Осындай бір арнайы іс-шара жүргізілді. Бір еске алу күні, жеңіс күні мен бір рахмет айту күні, біз үшін соғысқан адамдарға ер есімі, ел есінде демекші. Дәл осындай қаншама гүлдер тұр әлі де. Әрине осы гүлдерді алып келген адамдарға жалпы мың алғыс. Және де Ұлы Отан соғысын қатысқан ардагерлерге де өзімнің алғысымды айта кеткім келеді. Сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Дәл менің көзімнен былай қараңдаршы. Судың түсі қандай әдемі, Дәл қазір сіздерге кеңінен ашып көрсетем. Бұл бізде Қаратал өзені. Біреусі мына жақтан, екіншісі ана жақтан екеуі қосылып, жаңа біз Айлап Текелі деген жерге шыққан болатынбыз. Осылай біздің суымыздың түсі дәл мына ортасынан ерекшеленеді. Бер жағы ақшыл, ар жағы кішкене қанық түс дейміз ба, сәл қараңғылау. Міне дәл артында өте керемет табиғат. Жалпы алдағы 5-10 жылдықта біздің туризмнің дамуына қатты сенім бар менде. Және де өзімде ат салысып, осы туризмға, Текелі қаласына сіздерді тарта аламын деп ойлаймын. Текелі қаласына қыдыруға келіңіздер, өте қымбат қала емес, керісінше жайлы. Адамдар асықпайды, ешқай жерге ешкім асықпайды да. Сондай бір керемет қой негізінде. Өмір деген бір қалыпты, уақыттың баяу қаншалықты көп екенін түсінесің да. Ең басты нәрсе ол табыс және де жанның тыныштығы. Мына жерде бәрі жақсы болса, жақындарың аман болса, денсаулығың бар болса, бұл әлемдегі ең бақытты адам сен боласың. Сондықтан Текелі деген қала ол керемет. Нағыз демалатын, жаның тынышталатын қала ғой. Ар жаққа барып көргім келеді, мына судың ар жағына өтіп. Сол ағаштардың ар жағында адамдар үйлері бар. Күшті бау-бақшаларын салып қойған. 55 теңгелік лепеш қалдым, дәмді. Оған майонез түк қоспайсың. Сап-сары өзі. Достар, біз дәл қазір үйге келдік, жүріп қайттық, көріп қайттық.
өте күшті болды. Ойбай шай ішем деп барған ниетпен біз бүгін лимонад буратино ашып қайттық. Жалпы өте күшті болды. Жалпы 1-2 сағаттың ішін саяхатқа арнап көріп, көзімізді керемет табиғатқа бір үйретіп, эстетикалық бір жағынан күшті болды. Сіздерге де кеңес беремін, енді өздеріңіздің қалаларыңыздың көрмеген көше, көрмеген тауларды көріп, өзендердің жанында аралап, бір көлеңке жерлер бар. Сол, жалпы үйге келдік. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Бүгін Текелі туралы күшті түсіре алдым деген ойдамын. Тіркеліп қолдап кетсеңіздер, баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.